Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім бойынша тақырып салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Сабақтың тақырыбы жалқы есім және жалпы есім. Оқу мақсаты зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау, өлеңдегі негізгі ойды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру, жаңа сөз жасау. Ой қозғау әдісі. Салт дәстүр және ауыз әдебиетінде бірнеше салт дәстүрмен таныстық. Бізде сәлем береміз. Сәлеметсіз бе ағай деп, есенсіз бе әжей деп, амансыз ба атай деп. Ұл-қыз сәлем береміз, өнегелі өренбіз. Өлеңді түсініп оқып, негізгі ойды анықтайсың. Зат есімді табасың. Салт дәстүрдің келесі түрі сәлемдесу. Сәлемдесу амандық білудегі әдеп жолы. Сәлемдесу кездескен адамның бір-бірінің амандығын біліп, бір-біріне амандық саулық тілеу ниеттестігін білдіруі. Яғни ізеттілік пен әдептілік нышаны. Сәлемнің сәлемдесу, сәлем беру, сәлем қылу сияқты түрлері бар. Сәлем сөздің атасы демекші, адамдар бір-бірімен амандасып, кейін жұмысы жөнінде сөз қозғайды. Сәлемдесу әдебі ғасырлар бойы қалыптасқан. Мысалы, үлкен адам мен жасы кіші адамның сәлемдесуі, атты мен жаяудың сәлемдесуі, ер мен әйелдің сәлемдесуі және тағы басқалар. Қазақ халқында жасы үлкен кісі кездессе, оны таныса да, танымаса да сәлем берген. Бұл ізеттілік пен әдептіліктің белгісі. Сұрақ. Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің сұрақтары қандай? Жарайсыңдар, сендер сұрақты дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жауап. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақ қойылады. Зат есім сөздері ағай, әжей, атай, ұл-қыз. Яғни кім деген сұрақ қойылады. Бұл жалпы есім. Бағалау критерийі. Зат есімдерге сұрақ қоя біледі. Сұраққа жауап беріп, негізгі ойды болжайды. Дескриптор. Өлеңдегі негізгі ойды анықтайды. Зат есімдерді табады. Мағынаны тану. 29-шы жаттығуға қараймыз. Суреттерге қарап, олардың астындағы сөздерді оқы. Бота, жұлдыз, бұл кісі аттары, яғни үлкен әріппен жазылыпты. Бұлар жалқы есімдер. Жалқы есімдер әрдайым үлкен әріппен жазылады. Бота және жұлдыз бұл жерде
бота үй жануары, жұлдыз аспан денелері болып саналыпты. Бұл жалпы есімдер. Зат есім, жалқы есім және жалпы есім болып бөлінеді. Жалқы есім кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Жалқы есімдер бас әріптен басталып жазылады. Астана, Айгүл, Ақтау, Құлагер, Ақтөс, тағы басқалар. Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есім дейміз. Мысалы, оқушы, кітап, қарбыз, ара, ата, әже, аға, бала, тағы басқалары. Бағалау критерийі. Сөздердің ішіне жалқы және жалпы есімдерді тауып үйренеді. Суреттерге қатысты сөздердің кіші және бас әріппен жазылғанын біледі. Оның себебін анықтайды. Зат есімнің жалқы және жалпы есімдерге бөлінетінін біледі. Дәптермен жұмыс. 31-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Жалқы есімдерді тап. Бекен, төкен, тете екен, тете үлкен, үлкені бекен екен. Жарайсыңдар балалар, сендер тапсырманы орындады деген ойдамын. Бағалау критерийі. Сөйлеу дағдыларын меңгертіп, көркем жазуларын қадағалау. Дескрипті. Өлеңді жатқа жазады. Жалқы есімдерді табады. Ой толғау әдісі. 33-ші жаттығу. Берілген мәтінді түсініп оқып, жалқы есімдерді тап. Өз өлкеңнің табиғаты туралы әңгімелеп бер. Мұғалім Қазақстанның табиғат ғажайыптары туралы біліп келіңдер деп тапсырма берді. Әлия Талдықорған жеріндегі әнші, құм туралы, Дәулет Бурабайдағы жұмбақтас туралы әңгіме дайындап келіпті. Ал сендер өз өлкеңдегі табиғат ғажайып туралы не айтар едіңдер? Оқушылар, суретке назар аударамыз. Ақтау теңіз форты, Каспий теңізінің жағалауындағы Ақтау қаласы. Каспий теңіз жағалауындағы аққулар мен шағалалар. Оқу мәтіні берілген. Мәтіндегі сөздердің орны ауысып берілген. Енді осы сөздерді орнына қойып мәтінді құраймыз. Жарайсыңдар, мен сендер мәтінді құрады деп есептеймін. Мен Ақтауда тұрамын. Ол менің туған қалам. Ақтау Каспий теңізінің жағасында орналасқан. Теңізде аққу, шағалалар көп болады. Мұнда Ақтау теңіз форты бар. Бағалау критерийі. Кез келген тақырыпқа мәтін құрастырып үйренеді. Мәтіннен жалқы есімдерді табады. Дескрипті. Мәтінде ретке келтіріп жазады. Мәтіннен жалқы есімдерді табады. Жұмыс. 32-ші жаттығу. Оқушылар, кітап бетінде осы тапсырманы орындаймыз. Оқушылар тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Бағалау критерийі. Берілген сөздердің бір әріпін алып тастап, жаңа сөз жасайды. Дескриптор.
жаңа сөз жасайды. Жалқы есімнің жазылу емлесін кері байланыс. Жетістік баспалдағы. Оқушылар сабақты түсінсеңдер, жақсы түсіндім, сұрағым бар, мүлдем түсінбедім деп арқылы кері байланыс жасаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.